Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен телефон арқылы Kahoot бағдарламасында тестті қалай жасау керек екендігін үйретемін. Ең алдымен Google-ға Kahoot деп логин парольді жазып кіруіміз қажет. Кіргеннен кейін плюс деген шығады, соны басамыз. Келесі шыққаннан Kahoot дегенді басамыз. Бұл жерден тест жасау үшін create дегенді басамыз. Міне бізде тест жасайтын жер ашылды. Енді осы жерге сұрақты жазамыз. Кез келген сұрақты жаза берсеңіздер болады. Мен салыққа байланысты сұрақтар құрастырған болатынмын. Енді сұрақтарымызға жауаптар жазуымыз қажет. Жауап, яғни біреусі дұрыс, қалған 3 жауабы дұрыс емес болуы қажет. Яғни менде бір айлық есептік көрсеткіш мөлшері қанша деген сұрақ болды. Яғни қазіргі уақытта 3063 теңге болғандықтан correct дегенді белгілейміз. Ол дұрыс деген жауапты білдіреді. Келесі үшеуіне дұрыс емес жауаптарды жазып шығамыз. Барлық жауаптарды жазып болғаннан кейін сіздер бұл жерге сурет қоссаңыздар болады. Суретті қалай қосамыз? Яғни жауаптардың төбесінде тұрған плюс батырмасын басу арқылы бағдарламаның өзінде бар суреттер шығатын болады. Бұл жерде өзіңізге ұнаған суретті таңдасаңыз болады. Біз бірінші сұрақты жасап болдық, енді екінші сұрақты жасаймыз, ол үшін плюс батырмасын басамыз. Бұл жерде quiz дегенді басуымыз қажет. Енді келесі сұрақтарымызды жасап береміз. Бірінші сұрақты қалай жасадық, тура солай екінші сұрақты құрастыратын боламыз. Енді төменгі жаққа 4 жауабын жазамыз, яғни біреусі дұрыс, үшеуі дұрыс емес. Бұл жерде енді орындарын ауыстырсаңыз болады. Бірінші сұрақты қате қылып, екінші сұрақтың жауабын дұрыс қылсаңыздар болады. Тура осылай қалған сұрақтардың барлығын жасап шығамыз. Ортадағы плюсті басып, сурет қоссаңыздар да болады. Енді мен барлық сұрақтарды бітірдім. Жалпы 3 сұрақ шықты. Енді осы сұрақтарды сақтау үшін төбеде тұрған save батырмасын басамыз. Енді бұл жерге сұрағымыздың тақырыбын жазамыз, яғни менікі салық бойынша сұрақ жауап. Сақтаймыз. Continue дегенді басамыз. Міне біздікі сақталды. Енді салық бойынша сұрақ жауабымыз шығып тұр. Осының үстін басамыз. Басқаннан кейін біздің сұрақтарымыз ашылады. Яғни төмен қарай түсіп, дұрыс жауаптарын көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз қалай тұрғанын көрсеңіздер болады. Және де картинкаларды ашып көруге болады. Егер сіздердің сұрақтарыңыздың бір жері дұрыс емес болып, қайтадан жөндеу қажет болса, жоғарыда тұрған карандашты басамыз. Сол жерде қайтадан жөндесеңіздер болады.
және де шетінде тұрған 3 кнопканы басу арқылы сұрақтың қанша уақыт тұратындығын ұзартуға немесе қысқартуға болады. Сұрақтар жеңіл болғандықтан мен барлығын 10 секундтан қойып шықтым. 10 секунд дегеніміз, яғни берілген сұраққа студент немесе оқушы 10 секунд ішінде жауап беру қажет. Жөндеп болғаннан кейін қайтадан сейв батырмасын басып сақтаймыз. Барлығын сақтап болғаннан кейін енді осы сұрақтарға студенттер немесе оқушылар қалай жауап береді. Яғни старт дегенді басамыз. Бұл жерде Classic Start Mode дегенді басамыз. Басқаннан кейін бізде код шығу қажет. Ол кодты студенттер өздерінің телефондарына, яғни Google-ға Kahoot Play деп басып, осы кодты енгізеді. Енгізгеннен кейін өздерінің атын жазса, төмен қарай шығатын болады. Осылай тест құрастырып, сабақты өте қызықты